Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде 8-ші сабақ, яғни соңғы сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы инвесторға қажетті әдебиет қоры деп аталады. То есть бұл сабақта бізге керек болатын главный YouTube каналдармен, главный Telegram каналдармен және жалпы вообще главный источниктардың, главный кітаптармен танысатын боламыз. То есть инвестор болу үшін қандай кітаптар оқу керек, қандай каналдарға жазылған болу керек, қандай каналдар, қандай видеолар, жалпы қандай источниктар қарау керек, сол нәрсемен танысамыз. Ең бірінші мен бүгін YouTube-тарын бастаймын деп шештім, яғни мен жазылған каналдар және өзім ұсынатын каналдар. Олардың біріншісі мынау Real Prepod Shorts деп аталады. То есть бұл каналға мен тоже жазылғанмын, міне бірден дайындап қоя салдым, көрсете салайын. Бұл жерде барлығын бірдей қарау міндетті емес. Негізінен бұрынғы кезде қарайтын кезімде жақсы видеолар түсіретін. Қазір енді подкасттар түсіреді, әртүрлі нәрселер түсіреді. Бірақ бұл кісі финансовый өте мықты кісі. Қателеспесем қазақ кісі, иә. Мына кітап жазған. $1 миллион в инвестициях на пальцах деген. Плейлистіне кіреміз. Бұл жерде ең қатты қарайтын нәрсе основы инвестирования дейтін плейлист. Соның ішінде осы видеолардың барлығын қарасаңыздар болады. Кез келгенін ашып қарай берсеңіздер, сіздерге пайдалы болады. Не нәрсе екенін түсіндіреді, финансовая подушка безопасности, финансовый пирамидаға түспеудің жолы, сондай нәрсенің барлығын үйретеді. И сонымен қоса бұл жерде мысалы мына нәрсе бар, халяльные инвестиции для мусульман дейді. Яғни өте көп тақырыптарды ауқымды түрде қамтыған. Маған ұнайды. Негізі бұрын кезде осылардың көбісін көретін. Қазір енді қатты қарап жүрген жоқпын бұны. Жалпы сол негізі ұсынатын каналым, және в основном қарағыларыңыз келсе осы плейлисттен ғана қараңыздар, яғни уақытыңызды мына барлығына құртпай қойыңыз. Бұл бізде бірінші канал болатын. Енді екінші каналға тоқталайық. Қазір активно қарап жүрген каналдарымның бірі Ернар Т дейтін канал. Бұл канал тоже Ернар дейтін біздің қазақ бауырымыз тоже. И финансово независимый болуға өте сауатты түрде жетуге шақырады. Яғни ол кісі мына жақта болуы керек. Ол міндетті түрде бар болу керек. Міне. Бұл кісінің каналына кіретін болсақ, в основном экономический жағынан новостар шығарады. То есть Қытайда қалай болып жатыр, Америкада қалай болып жатыр. Міне қарасаңыздар, бірінші видеосы және үшінші видеосы. Индияда қалай болып жатыр, Турцияда не болып жатыр, сол нәрсені көбірек тоқталады. И ол нәрсе біздің рынокқа қалай әсер етті, сол нәрсені толығымен түсіндіруге тырысады. И содан басқа бөлек бұл кісі мынандай нәрсе жасайды. Как начать инвестировать дейтін плейлист бар. Сол жерде қалай брокерский счет ашуға болады, қалай Freedom Finance'тан счет ашуға болады. Сол нәрселердің көбісін үйретеді. И инвестиция жасайтын кезде қандай налог төленеді деген нәрсені тоже үйретеді. Мысалы, видеосын мен өзім қарағам. Понимаете, когда мы хотим взять, вот у нас есть парень, и мы хотим описать его должностное... В школе? Куда инвестировать $1000 дейді. Мысалы, $1000 бар болса, қандай акцияларды алуға совет беремін. Портфеліңізді жинап беруге көмектесемін дейді да. Тіпті оның $100 жинаған портфелі де бар. Сол нәрсені қарасаңыздар болады. Мысалы, сіздің қолыңызда қазір 45 000 теңге болса, $100 бар болса, сізге осы Ернар Т дейтін каналдың ішінен $100 қалай портфель жинауға болады деген видеосы бар, тоже орысша. Сол нәрсені іздеп, мысалы, өзіңіз портфель жинастырсаңыз болады. Сол нәрсе көмектеседі. И мына жерде плейлист бар, инвестиции деген. 120 видеодан тұрады. Оның барлығын бірдей көріңіз деп айтпаймын. Ішін ашып, өздеріңізге қызықтарын қарасаңыздар болады. Өзінің пландарын тоже айтады. Мысалы, как я буду инвестировать в 2022 году дейді. Сол нәрсені қарасаңыздар болады, идеялар алсаңыздар болады. Немесе бұл кісінің маған қатты ұнайтын нәрсесі бұл анализ жасайды акцияларға. Осымен бірге қалай жасау керекін үйренсеңіздер болады. Акция дейді? Акция АМД. Стоит ли покупать акции АМД? Анализ акции дейді да. Яғни сол нәрсені анализді осы кісімен бірге жасап үйренетінмін мен негізі. Осы нәрсені қарасаңыздар болады. Акции мета. Стоит ли покупать? Компания Facebook в конце прошлого. Осындай сияқты видеолар түсіреді, яғни анализ жасайды. И ол нәрсе кәдімгідей шын мәнінде қатты көмектеседі. Жалпы алғанда осы плейлисттің ішіндегі видеолардың көбісін қарасаңыздар, базовый түсінігіңіз жақсы қалыптасып, тіпті акция әлемінде сіздерге акцияларды таңдау және оларға инвестиция жасау анағұрлым оңайырақ бола береді. Екінші канал осы болатын. Үшінші канал жақында ғана ашылған канал, коктейль инвестор деп жазылған. Алғашқы подписчиктердің бірінен болдым. Қазір почти ешқандай видеосын біреуін де қалдырмай көріп жүрмін.
өйткені өте сапалы контент түсіреді. Коктейль инвестора дейтін канал, бұл байқасаңыздар, бірде-бір видеосын қалдырмай көріп келе жатырмын. Бұл кісі түсіретін нәрсесі не? В основном бұл кісінің стратегиясы, яғни өзінің стилі дивидендный политика ұстанады, яғни дивидендпен өмір сүргісі келеді барынша. И әр ай сайынғы өзінің портфелі қалай өзгеріп жатқаны туралы отчет беріп отырады. То есть осы айда мен қандай акция алдым, маған осы айда қанша дивидендпен ақша түсті. Сіздер дивиденд деген нәрсені екінші сабақтан бастап уже меңгерген едіңіздер. Сол нәрсе осы жерде көмектеседі. Яғни бұл кісі өзінің дивидендіне, мына видеоларды қарасаңыздар, міне дивидендтер туралы айтқан. Қай компаниялар өзінің портфелінде бар екенін, портфелінде қанша ақша бар екенін, соның барлығын ашық түрде айтып көрсетеді кәдімгідей. И бұл кісілермен тоже мысалы үйренсеңіз болады. Міне ана жерде тоже 4 идея ұсынған мысалы. Мысалы мына жерде бір видеосын қарасаңыз, получать дивиденд. 4 акции, которые платят дивиденды каждый месяц. Яғни әр ай сайын дивиденд төлейтін 4 акцияны көрсетеді. И бұл кісі жай акцияларды көрсетпейді, кәдімгідей түсіндіріп, толығымен анализ жасайды тоже. Жалпы сол, бұл кісінің маған просто өзінің стратегиясын айтты, өзінің стратегиясына адал болғанда қалай, яғни өзінің стратегиясына қатып қалғандығы, и сол нәрсені шынымен өзінің принциптерін жақсы ұстанатындығын айтты. Сол себепті ешқандай видеосын қалдырмай көріп келе жатырмын. Сіздерге де пайдалы болады деп ойлап, әдейілеп қостым. Келесі бір канал, доказательное инвестирование деген канал. Мен тоже бұны жақында көріп бастадым, бірақ негізінде біраз түсініктеріңіз қалыптастырып, дамып болғаннан кейін ғана көргендеріңіз дұрыс болады мына канал. Бұл канал более научный тілде түсіндіреді көп нәрсені, яғни жайдан жай акцияны сатып алмай, научный жағынан зерттейтін, яғни қалай түсіндірсем болады, более ғылыми тілде түсіндіретін бір жас жігіт. Бірақ негізінен алғанда өзінің портфелі тоже өте мықты. То есть үйренетін нәрсеміз бұл жігіттен көп. Сол себепті бұл каналды тоже мен списокқа қостым. Бұлдан көп нәрсе үйренсеңіздер болады. Шын мәнінде видеолардың көбісін қарай беріңіздер. Нақты бұл жерден плейлист ұсына алмаймын. Возможно, мұнда пассивный доход деген нәрсені көрсеңіздер болады. Кәдімгідей көп деген мифтарды жоққа шығарып жібереді. Яғни ғылыми жағынан зерттеп, кәдімгідей өте көп деген мифтарды инвестиция туралы жоққа шығарып жібереді. Так, сонымен келесі канал сложный процент деп аталады. Мен бұны тоже бұрын қарағам, қазіргі таңда қарап жатқан жоқпын. Себебі сложный процент деген каналда өте көп нәрселер не болып кетті. Политика туралы, атомная бомба, Арабия мен Американың арасына байланысты сондай нәрселерді айтады көбінесе. И олардың ешқайсысы маған былайша айтқанда қажет емес. То есть мен үшін қызықты емес. Бұл нәрседе қазір көреміз. Яғни басты тақырыптары осындай геополитика, мировая экономика болып кетті да. Бұған дейін мен қайсыларды қарайтын. Так, мысалы, мына жерден қарап көрейік. Мына жерде ең атақты, ең танымал инвесторлардың қандай акциялар сатып алған және не үшін сатып алғанын тоже түсіндірген. И секреты выбора акций, мысалы, сол нәрсені қарасаңыз болады. Сол нәрселерді зерттеп, бұл жерден үйренсеңіздер болады. Бірақ в основном аса қатты ұсынбаймын канал ретінде. Өйткені бұл жерде көбінесе осындай геополитика, анау-мынау әртүрлі жан-жақтан бүкіл әлемдік жаңалықтар туралы айтады. Аса қатты маңызды бола қоймайды деп ойлаймын өз басым. Сонымен YouTube каналдар аяқталды. Яғни мен 5 түрлі YouTube канал ұсындым. Қалағандарыңыз көресіздер. Егер өздеріңізде де басқа да YouTube каналдар табатын болсаңыздар, ол тіпті керемет болады. Егер басқа да YouTube каналдар ашып қарасаңыздар, неғұрлым мәлімет базаңыз, яғни информация базаңыз неғұрлым үлкен бола берсе, сізге соғұрлым оңай бола береді. Ориентировка жасау, яғни инвестиция әлемінде ориентироваться ету және сол жерде пайда табуға мүмкіндігіңіз арта береді. Келесі бар кезекте мен Telegram каналдарды көрсеткім келеді. Telegram каналдар, яғни олардың ең біріншісі, то есть екеуін бірге қарастырып көрсек болады. Біріншісі Freedom Finance Official, екіншісі мына Freedom Broker Kazakhstan. Ол жерде екеуі де негізінен алғанда былай. Өздеріңіз Телеграмнан іздеп қарап көре салыңыздар. Бұл жерде Freedom Finance Official деген сол брокерский компания бар. Сол Freedom Finance деген мен өзім қолданатын, бұған дейінгі сабақтарда көрсеттім. Осы Freedom Finance-тың өздерінің Telegram каналдары, олар бұл жерде новостьтер көрсетеді.
Сонымен қоса кейбір инвест идеялар көрсетеді. Мына акцияны алуға совет береміз, себебі мынандай. Яғни өздерінің себептерін көрсетеді деген сияқты анализ жасайды, сол нәрсемен бөліседі. Freedom Broker Қазақстан бұл жерде больше Қазақстан компанияларына көбірек тоқталады, бірақ негізінен ортақ мәліметтерді бірге жіберіп отырады бір уақытта. Сол нәрсені тоже ескеріңіздер. Негізінде общий инвестиция әлемінде новостьтардан қорғалып кетпеу үшін өте маңызды телеграм-каналдардың бірі. Жай ғана уведомление қосып қоясыз, сізге келіп отырады, жай 2-3 минут уақытыңызды бөліп оқи саласыз, бірақ сізге ол 2-3 минут уақыт бөлгеніңіз кәдімгідей үлкен суммадағы пайдаларды алып келуі мүмкін. Үшіншісі Era Global дейтін канал. Бұл енді более частный канал. Өзі кәдімгідей мықты анализдер жасауға тырысады, өзі мықты инвест идеялар ұсынуға тырысады, және өзінің портфелін қалай жүргізіп жатқандығын тоже бөлісіп отырады. Тоже телеграмнан іздеп қарап көріңіздер. Мен енді бұны қазір ашып көрсете алмаймын, өйткені өзім телеграмда отырмын. Яғни бұл жерде, бұл каналда мировой деңгейдегі экономиканы қалай өзгеріп жатқандығын көрсетеді. Сонымен қоса жекелеген акцияларға анализ жасап, өзінің анализімен бөліседі. Мен өзім осылай ойлаймын, осылай өседі деп ойлаймын. Сырьевая цена мынандай, яғни мысалы $60 тұрған болса, мен $80 дейін өседі деп ойлаймын деп, не үшін өсетіндігін түсіндіріп, бізбен өзінің ақпараттарымен бөлісуге тырысады. Бұл каналға тоже жазылып, міндетті түрде новостьтермен сіздерді қамтамасыз етіп отқан дұрыс болады бұл каналдың. Келесі кезекте мен енді YouTube каналдарды қарадық, Telegram каналдарды қарадық. Енді кезекте кітаптарға тоқталайық. Мен бұл жерде бір шамамен 6 кітап қосыппын, Бұлардың барлығын өзім оқығам, және сіздермен міндетті түрде бөліскім келіп жатыр. Егер шын мәнінде инвестиция әлеміне кіріскіңіз келсе, одан бұрын сіз финансовый грамотностьті және осы инвестиция әлеміне жетелейтін кітаптарды оқығаныңыз дұрыс болады. Олардың ішінде ең біріншісі менің ұсынатыным Бодо Шефер деген кітаптан бастауды, яғни Пес по имени Мани деген кітабынан бастауды совет берем. Бодо Шефердің Пес по имени Мани деген кітап негізінен детский кітап, яғни кішкентай балаларға арналған, бірақ сіздің инвестиция әлеміндегі базовый түсінігіңізді осы қалыптастырады. Яғни рынок қалай құрылған, не үшін акцияға ақша салуымыз керек. Яғни бұл кішкентай бір қыздың оқиғасы, ол өте аз ақшадан ақша тауып бастап, сол нәрсені өзі инвестиция жасап, армандарына жетеді, өзінің алдына үлкен мақсаттар қояды. Мысалы, Америкаға барып қыдыру деген сияқты мақсаттар қояды, и сол мақсаттарына жетуге тырысады. И инвестиция арқылы сол нәрсеге жетіп, шынымен өте бай қызға айналады. И соның өзінің историясымен бөліскен, өзі ойдан құрастырылған болуы мүмкін, әрине, бірақ шын мәнінде сіздерге өте терең түсінік береді инвестиция туралы. Және детский болғандықтан өте қарапайым тілде, оңай тілде, өте түсінікті тілде жазылған. Яғни бастама ретінде осы кітапты обязательно оқыған дұрыс болады бізге. Екінші кітап Наполеон Хиллдің кітабы, бұл бестселлер болған өзінің уақытында, Думай и богатей деген кітап. Бұл жерде байлықтың 13 кілті ма, сондай нәрсе көрсетіледі. Яғни 13 түрлі пунктте көрсетілген, қалай байлыққа қол жеткізу керек. Шынымен былайша айтқанда ішіндегі нәрсе су емес, яғни бос нәрсе айта бермейді. Шын мәніне келгенде мен оқыған кітаптардың ішіндегі ең жақсыларының бірі Думай и богатей деген 13 түрлі байлықтың принципін көрсетеді. Сол принциптерге сәйкес өмір сүре алсаңыз, сіз байлыққа жетесіз деп айтады. Маған шынымен де бұл Наполеон Хиллдің идеясы өтті. Бірақ енді аса қатты жүзеге асыра алған жоқпын өмірімде. 13 түрлі принципті бірден енгізу оңай емес. Бірақ біртіндеп енгізсеңіз, бәлкім сізді шынымен байлыққа жетелеуі мүмкін. Маған қатты ұнаған кітаптардың бірі. Үшіншісі Самый богатый человек в Вавилоне деген кітап. Негізінде мен бұдан да бөлек өте көп кітаптар оқыдым. Именно осы инвестиция туралы, ақша туралы, бірақ мынау солардың ішіндегі ең жинақталғаны, ең іріктеліп алынғаны деп айтсақ болады. Самый богатый человек в Вавилоне деген кітапта ең басты идея, бұл кітап тоже негізі мировой бестселлер болып табылады. Ең басты идея ол сіздің табысыңыз, келіп жатқан табысың, мысалы 100 000 теңге болса, немесе 200 000 теңге болса маңызды емес. Қандай табыс табатыңыз маңызды емес, ең маңыздысы откладывать етіп үйрену. Яғни тапқан табыстың белгілі бір процентін, мысалы мынау кітапта көрсетілгені бойынша 10% міндетті түрде инвестицияға салып отыру деп айтады. Яғни сол принципті кәдімгідей санамызға отырғызады, барынша полный кітаптың басынан соңына дейін қалай қарызы бар адамнан қалай инвестиция жасайтын адамға айналу деген нәрсені толық ашып көрсетеді. Яғни сол бір адамның историясын көрсетеді. Тоже бұл жерде өте қатты қарызданған адамның қалайша Вавилон қаласындағы ең бай адамға айналғанын историясын көрсетеді. Осы кітаптарды оқып болғаннан кейін
Жоқ, мынау жасыл кітаптан бұрын соңғы кітап тұрған кітапты оқығанымыз дұрыс болады. «Путь к финансовой свободе» деген кітап. Тоже бұл Бодо Шефердің кітабы. Байқасаңыздар, да «Пес по имени Маниль». Маған автор ұнады. Екінші кітабын тоже оқып қарап көрдім и өте қатты ұнады. То есть «Первый миллион за 7 лет». Бұл жерде қалай акциялармен, енді уже тікелей инвестиция әлеміне кіреді бұл жерде ше. Яғни Бодо Шефер бұл жерде өзінің идеясын ашады. Жас балаларға яғни детский кітап жазды, одан кейін уже взрослыларға тоже жазғысы келді. И бұл жерде өте терең түрде көп нәрсені ашады. И бұл деңгейге байланысты, яғни осы кітаптардың барлығын оқып болғаннан кейін, то есть «Думай и богатей» и «Самый богатый человек в Вавилоне» оқып болғаннан кейін, осы кітапты оқысаңыз сізге өте түсінікті болады және сізге шынымен пайда алып келеді. И осы 4 кітапты оқып біткен кезде сізде уже инвестиция әлемі туралы нормальный көзқарас қалыптасады. Шынымен сізге пайда алып келе алатындығы туралы. Ол кезде мен ойлаймын, сізде уже 8 сабақты қатысып жатсыз. Сізде уже портфель бар болады деп ойлаймын. Яғни брокерский счет ашып қойған боласыз деп ойлаймын. И белгілі бір деңгейде уже сіздің ақшаңыз, капиталыңыздың қалай өсіп жатқанын көрген сізге де ұнайды деп ойлаймын. И осы 4 кітапты оқып болғаннан кейін ең соңында мына 2 кітапты оқуға совет беремін. Өзім де ең соңынан инвестициямен бір 6-7 ай айналысып жүргеннен кейін ғана оқып бастадым. И шын мәнінде өте үлкен бір поворот болды. Яғни менің инвестициялық көзқарастарымның өзгеруіне алып келген кітаптар болды осы соңғы 2 кітап. Бірақ бұл кітаптарды бірден оқуға болмайды, өйткені өте ауыр кітап және шын мәнінде өте қиын тілде жазылған кітаптар екеуі де. Біріншісі Бенджамин Грэмнің «Разумный инвестор» деген кітабы. Акцияның то есть бұл кітаптың басты идеясы акциялардың бағасы арзан болып тұрған кезде сатып алу. Яғни бағасы арзан, бірақ құны қымбат кезде сатып алу. То есть сіздің ойыңызда $100 деп бағалаған акцияңыз бағасы $20 болып тұрған кезде соны сатып алу барынша көп қылып. То есть сондай нәрсені идеяны ұсынады және ондай то есть дұрыс бағаланбай қалған недооцененный акцияларды қаяқтан табу керек және қалай табу керектігін үйретеді десе болады. Бірақ кітап 600 беттен кішкене артық болуы мүмкін, даже беттері саны. Шынын айтқанда өзіме де өте қатты қиын болды оқу. Бірақ негізінен алғанда осы «Разумный инвестор» деген кітапты оқу арқылы қазір инвестиция әлеміндегі жарық жұлдыз дүниеге келген. То есть қазір сіздерге көрсетейін. Бұған дейін де атын бірнеше рет айттық. Уоррен Баффет дейтін кісіні барлықтарыңыз танисыздар. Уоррен Баффет бұл мына кісі американский предприниматель, то есть инвестор, ең үлкен инвесторлардың бірі. Состояниесі $104 миллиард и жыл сайынғы табысы 20% шамамен. Яғни 100 миллиард болса, келесі жыл 120 миллиард айналады деген сөз. Яғни солай табысын арттыра алған. И ол кісі осы кітапты ұсынады. «Разумный инвестор» деген Бенджамин Грэмнің кезінде өте ескі кітап бұл. Бенджамин Грэмнің шәкірті болған екен Уоррен Баффет. Тіпті мына жерде міне Уоррен Баффеттің сөзі бар астында. «Это лучшая книга из всех, когда-либо написанных об инвестициях» дейді. Уоррен Баффеттің тіпті өзінің сөзі бар. Сол себепті мына кітап өте құнды кітап, негізі беретін нәрсесі өте көп. Келесі метод Питера Линча. Бұл кісі тоже өте үлкен табысқа қол жеткізген инвесторлардың бірі, авторы Питер Линч деген. Кітаптың авторы, кешірім сұраймын, кітаптың авторы Питер Линч емес, бірақ осы Питер Линчтің стратегиясымен таныстырады. Бұл жерде Питер Линч көбінесе 10 есе өсетін, 20 есе өсетін акцияларды қалай табуға болатындығын үйретеді. Өзінің тарихында, жалпы инвестициялық опытында бірнеше рет солай 10 есе өскен, 20 есе өскен акцияларды тапқан екен. И сол нәрсені бізге табуға көмектеседі тоже. И бұл жерде недооцененный активтарды емес, яғни Уоррен Баффеттің методы емес, бұл жерде уже басқа метод Питер Линча, бұл шын мәнінде басқа метод. То есть сіздер егер екеуін де оқысаңыздар, сіздерде орта жолдағы бір нәрсе пайда болады. И ол нәрсені сіздер кәдімгідей ортақ, яғни екеуінен де ортақ білімді алған күйде шын мәнінде жүзеге асыра аласыздар және өте дұрыс акцияларды таңдап кәдімгі шынайы өздеріңіздің опыттарыңызды жүзеге асыра аласыздар. Сол себепті осы кітаптарды оқуға совет беремін. Кітаптар аяқталды. Сонымен мен бүгін сіздерге 6 кітап оқуға совет бердім. Яғни осы кітаптарды бірден барлығын оқып тастау міндетті емес. Аз-аздан біреу-біреулеп бастасаңыздар өздеріңізге дұрыс болады. Одан кейін Telegram каналдары, олардың бірі Era Global и қалған екеуі Freedom Finance-тың өзінің официальный каналдары. И сонымен қоса мен сіздерге 6 түрлі YouTube канал ұсындым. 6 әлде 5 еді. 5 болған екен. Сонымен осы бүгінгі 8-ші сабағымыз, соңғы сабағымыз өзінің мәресіне жетті.
назарларыңызға көп рахмет. Курстан алған білімдеріңізді алдағы уақытта тәжірибеде қолданасыздар деп сенеміз, және ол сіздерге барынша көп табыс алып келеді деп сенеміз. Бұл курс негізінен сіздердің базовый білімдеріңізді жинап берді, яғни инвестиция әлемі туралы ең қажетті деген түсініктерді қалыптастырды. Еш уақытта өте терең білім болмай жатып, инвестиция әлеміне барлық ақшаңызды салып тастамаңыз. Яғни бұл жерде сіздің біліміңіз бен ақшаңыз ең ключевой екі фактор болып табылады, және олар барынша көп болған дұрыс. Яғни ақшаңыз көп болғанмен, егер біліміңіз жеткіліксіз болса, онда сіздің ақшаңыздың азайын алып келеді. Ал біліміңіз неғұрлым көп бола бергенімен, капиталыңыз аз болса, ол капиталдың көбеюі де қиын болады. Яғни екеуін тең ұстасаңыз, әсіресе бірақ мен білімге көбірек көңіл бөлуді құптар едім. Өйткені неғұрлым біліміңіз көп болса, соғұрлым көбірек ақша таба аласыз. Яғни бұл жерге терең білімсіз еш уақытта кіруші болмаңыз инвестиция әлеміне. Ең басты айтатын кеңесім осы. Сонымен курсымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.